мында біз асу деген сөз тұрды, бірақ ол сәйкес келмей қалды, иә? Иә. Сол үшін біз оны өшіріп тастадық, мында күрек деп жазамыз. Күрек. Иә, күрек. Күрек. Міне, күрек. Енді күректі сызып тастайық. Иә. Күрек бізде... Так, мынау бізде 5 әріптен болды, иә? 5. Күрек. Міне, күрек сыздық. Мына жақ біраз бітейін деп жатыр, мына екеу қалды міне. Так, алдында мына жақта сөз жоқ. Міне, мына жаққа Б және З. 1, 2, 3, 4, 5. Жоқ, Б и мынау үшеуін ғана қарайсың. Иә, үшеуін. 3 әріп бұдан басталатын. Иә, бұдан басталатын. Міне, 3 әріп. Бұдан басталатын. Міне, 5 деген сөз келеді. 5. 5. Міне. Енді мынаны. Иә, енді мынаны табамыз. Мына жақта 1, 2, 3, 4 білмедім 4 екен. Жоқ, 4 емес. 1, 2, 3, 4, 5. Жоқ, міне с-мен бірге санайсың. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 5 әріпті дәнізде. 5 әріпті сыны ізде. 5 әріпті сыны. 5 әріпті сы. Самал. Жоқ, мұнда з ғой ортасында. Сазан келеді. Сазан. Сазан. Міне сазан. Енді мынау қалды. Мынау. Осы үшеу қалды. Осы үшеу қалды. Мынаған, например, сан. С және Н. Сол табу керек. С. 3 әріп. Сен деген сөз. Иә. Сен. Оны сызып тастаймыз. Енді мынау. Мынау С, З және 3 әріп. С, З. Қара, с, сен, бұлар алфавитпен тұрады ғой. Сен деген мен тоже с міне. Бірінші әріпін ғана қарайсың, с. Мұнда с деп тұрса, с-ны қарайсың, с. Саз. Саз, дұрыс. Так, енді мынау мен мынау қалды. Мынау екеу. Ну, кз дейді. Так, ол 3 әріптен тұрады. Кз. Көз деген сөз. Иә. Көз деген сөз. Алында мынау қалды. К-л. Иә. Тура көздің астынан қара. К деген әріп қой. Көз. Иә. Міне. Болды. Болды. Барлығын бітірдің, иә? Барлығын бітірдік. Жақсы. Иә. Алақай, әкел 5.